Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, керемет әрі тез дайын болатын баклажан салатын ұсынбақшымын. Менің YouTube каналымда басқаша жасалынған баклажан салатының түрі бар. Сіздер де қарап жасап көрсеңіздер болады. Ал бұны мен екінші рецепт қылып жасап жатырмын, яғни баклажан салатын. Ең алдымен баклажандарымызды барлығын жақсылап жуып, тазалап аламыз, және де осылай дөңгелек қылып кесіп қоямыз. Және жұмыртқаларымыздың барлығын біріктіріп, араластырып, кішкене ғана тұз салатын боламыз. Енді баклажандарымызды осы жұмыртқаға араластырып, малып алып, яғни одан кейін қызып тұрған табаға барлық баклажандарды видеода көрсетілгендей қылып қуырып аламыз. Яғни екі жағын қызарғанша қуырамыз. Достар, баклажандарымызды дәл осындай қылып қуырып аламыз. Енді бізге қажет заттар: помидор қажет болады, яғни қызанақ, және де майонез, және де чеснок қажет болады. Осы майонезімізге чесноктарымызды майдалап турап салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Яғни майонез бен чеснокты бір келкі қылып араластырып алуымыз қажет. Чеснок пен майонезді біріктіріп араластырып алдық. Енді помидорларымызды видеода көрсетілгендей қылып, жіңішке қылып, дөңгелек қылып турап аламыз. Енді баклажандарымызға майонезді жағып, одан кейін ортасына помидорымызды қойып, оның үстіне осы қуырылған баклажандарымызды қоямыз. Осылай барлығын жасап шығамыз. Бірінші ең алдымен баклажан, одан кейін майонезді жағамыз, одан кейін қызанағымызды қойып, оның үстіне қайтадан майонезімізді жағып, оның үстіне қуырылған баклажандарымызды жайғастырып шығамыз. Барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей қылып, сіздер де жасаңыздар. Достар, біздің баклажан салатымыз дайын болды. Өте тез әрі дәмді болып шығатын салаттардың бір түрі. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.